Михаил мониторға ойланып қарады. Оның мейрамханасы бар болғаны 1 ай болды, әлі де жоқ. Нақты күзетшілерді немесе күзетшілерді жалдау мүмкіндігі. Әрине ол. Қызметкерлер зиян келтіруі мүмкін екенін жақсы білген. Тағы біреу. Аздау адамдар жиі ұрлайды. Бұған әртүрлі себептер бар. Бірақ ол өзін ұстай алмады. Осы себепті оның мейрамханасында бірдеңенің дұрыс болмауына жол беріңіз. Оның ашылуында Михаил 1 жылдан астам ақша жинады. Ал қазір, бәрі ойдағыдай болған кезде. Ол жоспарлағаннан да жақсы, ол ыдыс жуғыш машинасының үлкен ыдысты сүйреп бара жатқанын көрді. Сөмкені шығуға дейін. Ал камераларды орнатқанына 3 күн ғана болды. Сондықтан ол 1 ай бойы оны осылай сүйреп жүрді. Ол қайсарлықпен орнынан тұрды. Ұрлықты тоқтату керек. Тамыр. Bir түрлі, әрине. Қыз өте жас. Және ол оған ұқсамайды. Осындай болды. Бірақ шамасы, ол өзінің шынайы бетін өте шебер жасырған сияқты. Жарты сағатта мейрамхана жабылады. Ыдыс жуғыш машина мен әкімші ең соңғы болып кетеді. Айтпақшы, ыдыс жуғыш машина әкімші басқаратын басқа есік арқылы шығады. Сосын жабылады. Бірақ ол есік сырттан ашылмайды. Мұнда неге түсіндіріледі? Ол білмейді. Жай ғана бұл жұмысшыны жібермейді. Бәрі өте жақсы. Ыдыс жуғыш машинаға жиналады. Ол оны дер кезінде жасайды. Михаил тура мағынада өмір сүрді. Оның мейрамханасының 3 қиылысы. Көлікпен небәрі 5 минуттай уақыт кетеді. Ол көлікті көтеріп, фараны өшіріп күте бастады. Кез келген минутта осында болуы керек еді. Сол ыдыс жуғыш машина пайда болады. Валя қалпағын мұқият реттеді. Мінекей. Және бұл бәрі. Менің қызым бүгін өзін жақсы ұстады. Кішкене шыдаңыз, анам аздап қалады. Ол аздап жүріп, сені шығарып салады. Валя бәрін қайта тексерді. Тесіктер қапта жасалған, жабық емес. Анджелинаға ыңғайлы. Жарты сағат бұрын мен оны айналдырдым. Тамақтандырса, бұл нәресте тыныш ұйықтайтынын білдіреді. Ол мұның солай екенін жақсы түсінді. Біреу білсе қызыңды алып кетуі мүмкін емес, басқаша. Амал жоқ еді. Валидің сүті бірден жоғалып кетті. Формулалардың құны сонша, балалар үшін. Жеңілдіктер тек 2 аптаға ғана жеткілікті болды. Сонымен қатар жаялықтар мен коммуналдық қызметтер. Жас әйел. Ұзақ уақыт бойы ол не істерін білмеді. Содан кейін ол жаңа мейрамхананың ашылғаны туралы білді. Жұмысқа қабылдау туралы. Ол сұхбатқа келгенде, ол әлі қалай екенін білмеді. Міндеттерін атқара алатын болады. Оған шынымен жұмыс керек болды. Бірақ көрші. Ол Анджелинамен аптасына 2 реттен артық емес, тіпті содан кейін де отыра алатынын ескертті. Бұл үшін Валя оны тазартады. Валентина ол жерді қашан көрді. Жұмыс дейді, мен әзірге бір ғана ыдыс жуғыш машина болатынын түсіндім. Менің басымда бір идея пайда болды. Жоспар. Ол соншалықты шынайы емес, қауіпті болды, тіпті Валя. Мен абдырап қалдым. Содан кейін мен оны сынап көрдім. Анджелина келген кезде 1 айлық еді. Онымен бірінші рет жұмыс істеу. Оның сәбиінің тыныш болғаны сонша тыныш болды. Ыдыс-аяқтың қоры бар қосалқы бөлмеде жатып ұйықтадым. Онда көп орын болды. Жарық та жоқ, ал Валя тазалықты сақтады. Валентина ата-анасыз қалды. Балалық шақ. Әжеммен бірге тұрды. Әжесі романтикалық мінезді еді. Мұндай нәрселер. Кемпірді күнделікті өмір мүлде қызықтырмайтын. 10 жасынан бастап Валя бәрін өзі жасайды. Үй жұмысы. Андрей оны бірден жеңді. Ол жай ғашық болған жоқ, есінен танып қалды. Әженің кеткеніне 1 жыл болды. Қыз бірден Андрейге онымен бірге тұруды ұсынды. Ол келісті. Рас, Валяның жүкті екенін білген бойда ол жоғалып кетті. Өзімен бірге пәтерде тұрған бірнеше бағалы заттарды алып, белгісіз бағытта. Валя полицияға бармады. Ол ұялғаны соншалық, ол мүлдем жасамауға тырысты. Сыртқа шығыңыз. Ол дерлік жасады. Және ол болса бәрі жақсы болар еді. Ол адамдар келмеді.
Олар оның пәтерді сатқысы келді. Қыз емес. Мен ештеңе сатпаймын деп едім, бірақ ол кездейсоқ көшеде қалуы мүмкін деді. Көлік қағып кетсе, баласы жетім қалады. Сол күні жоғалып кетті. Сүт. Мүлде. Содан кейін Валя нақты істердің енді басталғанын түсінді. Сынақтар. Еңбек нағыз құтқаруға айналды. Апта сайын төленеді, қажет емес. Мен тамақ туралы ойлауға тура келді. Және олардың барлығына жеткілікті болды. Анджелина болғанда не болатыны туралы. 3-4 ай болады. Валя бұл туралы ойламауға тырысты. Ол күшті, ол ақылды, ол жеңетін болады. Дегенмен соңғы кездері ол оған қатты күмәнданатын. Күшті және ақылды. Валя сөмкесін абайлап қойып, есікті жауып бұрылды да. Мейрамхана иесімен мұрынды болдым. Әй! Уф! Ол оған еліктеді. Сөмкеңде не алып жүргеніңді көрсетші. Мұндай томдарды ешбір мейрамхана ұрлай алмайды. Шыдайды. Валя көтеріп жүрген сөмкені бөгеп тастады. Мен ешқашан ештеңе ұрлаған емеспін. Қалай? Ұялмайсың ба? Мен ұялуым керек. Саған емес, маған. Ол күлді. Содан кейін ол байсалды болды. Сөмкеңде не барыңды көрсет, әйтпесе полиция шақырамын. Валя күрсінді. Істейтін ештеңе жоқ, әсіресе сөмкемде бірдеңе айнала бастаған. Ангелина, ол отырды да сөмкесін ашты, Михаил демалды. Бала. Қайда? Бұл. Не, сенікі? Сіз баламен жұмыс жасайсыз ба? Сол арада Валя алды. Ангелина оның құшағында. Мен жұмыстан босатылдым ба? Тоқта, сен несің, сен бірден рұқсат ет. Мен сені көтеремін. Сіз қаншалықты алыс тұрасыз? Жоқ, дәл бұрышта. Жарайды, онда мен сені сонда апарамын. Жүр, маған мына сөмкені берші. Оның емес екенін Михаил жақсы түсінді. Валя жақсы өмір сүреді, және жұмыс істеуге осындай кішкентай нәрсені сүйреп апарады. Өзі де көп нәрсені басынан өткерді. Маскүнем ата-анамен қиын өмір. Егер олардан алынбаса, кім? Өзінің де солар сияқты болатынын біледі. Олар үйге жетті, бірақ Миша және мен шегіну туралы ойламадым. Ол Валямен бірге 10 қабатқа көтерілді, ал қыз кезде. Ол оған мағыналы қарап, мен бір шыны шай алғым деді. Валя басын шайқады. Иықтар. Ол шайға жаны ашымайды, бірақ оны қуып жібере алмайды. Болса ше? Дегенмен. Жоқ, ол бәрібір оған баламен жұмыс істеуге рұқсат бермейді. Ол тез киімін ауыстырды. Ангелина, мен оған аздап қоспа жасадым, ол ұйықтап кету үшін, ол толығымен болды. Мен оны жақында жедім. Сосын ас үйге кірді, ол жерде Михаил шай қайнатып жатыр. Ол оған көңілді қарады. Мен мұнда біраз үй шаруасымен айналыстым. Валя отырып, қалай екенін түсінді. Мен қатты шаршадым. Тіпті физикалық емес, психикалық. Барлық осы шиеленіс, олар анықтау емес. Олар біледі, олар сені қуады, олар сені қумайды. Кенеттен қалай жылап кеткенін өзі де түсінбей қалды. Құдай-ау, енді не істеймін? Миша оған қарама-қарсы отырды да, сапты аяқты өзіне қарай итеріп жіберді. Ал енді айт. Не? Ол оған таңдана қарады. Бәрі бірге. Басынан бастап. Дүниеге келді, оқыды және тірбі ретімен. Валя сөйледі. Ол маған кейде шай үстінде ән айтатын. Ол сөйлеп, оның қаншалықты бақытсыз екенін түсінді. Оның бәрі басқалардыкіндей емес, бәрі аздап бүлінген. Және неге? Бірақ міне оның жауабы. Және білмеді. Миша әңгіме айтып жатқанда оған қарамады. Оған және өзіне. Ол өмірдің әділетсіздігін барынша бастан кешіргендіктен жылағысы келді. Ендеше 1-2 күн үйде бол, мен біреуді шақырамын. Және бізге 2 күн қажет. Бірдеңе ойлап тап. Біз. Жарайды, мен сені мұндай жағдайда қалдыра алмаймын. Әсіресе сіз ыдыстарды жақсы жуғаныңыз үшін. Жарайды, мен кетейін. Қайырлы түн. Ол тез орнынан тұрып кетіп қалды. Валя оған алғыс айтуға да үлгермеді. Ол
Мен тағы біраз отырдым да, есікті құлыптауға бардым. Дәліздегі тумбочкада біреулер болды. Бірнеше ірі векселдер. Валя қабырғаға сүйеніп қайта жылай бастады. Қосулы. Келесі күні ол әлі де бір шотты өзгертуге мәжбүр болды. Анджелинада температура көтерілді. Біз шақырған дәрігер дәрі-дәрмек, витаминдер жазып берді. Жас ананың бұрын дәріханаға тез жүгіруден басқа амалы қалмады. Ангелина ұйықтап қалды. Бақытымызға орай көрші үйге жетуім керек болды. Ол есікті енді ғана жауып едім, біреу есік қоңырауын соқты. Жүрек соға бастады. Мен бұл Михаил деп шештім. Валя айнаға тез қарап есікті ашты. Мұнда. Ол оны жабуға тырысты, бірақ жас жігіттің аяғы кедергі болды. Оған мұңая күлді. Ал, сәлем, жалғыз басты ана. Сен неге бұлайсың? Қонақтарды жақсы қарсы алмайсыз ба? Ол оны шетке итеріп пәтерге кірді. Онымен бірге тағы бір жігіт пен қыз келді. Олар осы орынның иесі сияқты үстелге жайғасты және қыз үстел үстіне бірнеше қағаздарды сала бастады. Ал, ойланып көрдіңіз бе? Деп ойладым. Бұл жерден кет, әйтпесе полиция шақырамын. Жарайды, бізге қоңырау шалыңыз, біз шақырамыз. Көреміз, есіңізде болсын, сіз полициямен бірге өзіңіз үшін қол қоясыз. Сөйлем. Баланы ойла. Валя ызадан тұншығып қалды. Сен кімсің? Саған не қажет? Мен ешқандай пәтер сатпаймын. Сіз істейсіз. Тек бірге. Табандылық танытқан күн сайын пәтеріңіз сізге арзандай түседі. Сонымен, неғұрлым тезірек келісесіз, соғұрлым көп ақшаласыз. Жас. Ер адам соманы атады. Валера қатты қорыққанына қарамастан күлді. Сен қалжыңдап тұрсың ба? Бұл үйдегі ваннаның құны. Ол күлді. Және жұпта. Сіз әлі күнге дейін күндермен келісесіз, бірақ сіз аз ғана аласыз. Шық, мен ештеңе сатпаймын. Ол оған қарай жылжыды. Валя жиырылды. Бірақ міне жас. Ер адам бір түрлі секіріп еденге құлады. Оның артында Михаил тұрды. Ол үстел басында отырғандарға бұрылды. Мен әлі біреуге пәтердің жоқ екенін түсіндіруім керек. Сатуға ма? Қонақтар тез жоғалып кетті, ал Михаил оған бұрылды. Неге маған айтып тұрсың? Олар туралы ештеңе айтқан жоқсың ба? Мен олардың тағы келетінін білмедім. Валя қарады. Сондай қорқады. Жүрегі елжіреп кетті. Сондай нәзік. Соншалықты қорғансыз. Дайындал. Қайда бару керек? Оның қатты үргені сонша, Валя бірден көзіне жас алды. Кешіріңіз, сіз менің орныма келесіз. Мен бәрібір үйге әрең келемін, сонда сіз жақсы уақыт өткізесіз. Ол қауіпсіз болған кезде. Бұл кәмпиттердің ары қарай не лақтыратынын бір Құдай біледі. Валя мойын сұнып. Мен заттарымды жинауға кеттім. 15 минуттан кейін олар пәтерден шықты. Қосулы. Көрші перронға қарады. Жүр, папа сияқты емес деді. Бұл не? Енді мен Анджелинамен бірге отыруым керек емес пе? Және сіз енді тазаламайсыз. Кереме? Миша қардай аппақ көздерін ашып, оған нәзік, өте нәзік күлді. Тістері. Жақсы анықталған. Енді мен өзімді тазалауым керек. Көрші. Қорқып есікті тарс жауып алды. Адам емес, хайуанның бір түрі. Және Валька қиындыққа тап болды. Мұндай адаммен байланысыңыз. Оны көруге басқа біреу барған сияқты. Ол қолын бұлғады. Қарғыс атсын оларға. Анықтайтын болады. Қазіргі жастардың араласпағаны жақсы. Ангелина қарап тұрды. Үлкен пәтер. Бұл жер сізде әдемі. Бұл қазір. Сен оны қашан көруің керек еді. Жай ғана сатып алдым. Тек қабырғалардың бәрі сынған және жыртылған. Айтпақшы, бұл сіздікі болады. Бөлме. Ол есікті ашты. Валя ер адамның халаты мен тәпішкесін байқады. Сонымен солай. Бұл сенің бөлмең. Сен маған да, жұмыста да. Ол үлкен және жылы, сондықтан. Сен осында тұрасың, мен ол жаққа көшемін.
Ол екінші жақтағы есікті нұсқады. Әйтеуір ыңғайсыз. Төбеде ұйықтау ыңғайсыз. Үйде болыңыз, мен жақында боламын. Миша бір жерге кетті. Валя заттарын шешіп, су ішуге, ас үйге барды. Раковинада үйілген лас саптаяқтар жатыр. Михаил үйде тек кофе ішетін сияқты. Ол ыдыстарды жуып, тоңазытқышты қарадым. 1 сағаттан кейін олар пеште қайнап жатыр. Котлеттер, картоп кастрюльде қайнап жатыр, ал Валя күлімсіреп салат кесіп жатты. Ас үйдегі диванда жатқан Ангелина жастықтармен сүйеніп тұрды. Есік шапалақтады. Ас үйге терлеген Михаил құлап түсті. Иіскеді. Мен сондаймын. Аш. Тез барайық. Валя Ангелинаны құшақтап, соңынан ерді. Дәлізде жап-жаңа бесік пен арба болды, бесікте тағы бірнешеу болды. Сөмкелер, шамасы киімдері бар. Ой, не айтып тұрсың? Менде ондай ақша жоқ. Мен білмеймін. Мен оны қайтара алатын кезде. Миша күлді. Бір түрлі әйел жаратылысы. Сен кімсің? Қайтаруды сұрайды. Кешкі астан кейін Валя мен Миша жиһазды қайта реттей бастады. Миша. Ол ақымақ болды, ал Валя күлді. Тіпті үлкен төсекте жатқан Ангелина да. Ол өз тілінде бірдеңені күбірлетуге тырысты. Валя түнде ұйықтамады. Ұйықтамады және Михаил ол кенеттен дәл қазір өзін жақсы сезінетінін түсінді. Ол үйде жалғыз емес. Миша шынтағымен көтерілді. Қайтаруды сұрайды. Кешкі астан кейін Валя мен Миша жы. Миша. Ол ақымақ болды, ал Валя күлді. Тіпті үлкен төсекте жатқан Ангелина да. Ол өз тілінде бірдеңені күбірлетуге тырысты. Валя түнде ұйықтамады. Ұйықтамады және Михаил ол кенеттен дәл қазір өзін жақсы сезінетінін түсінді. Ол үйде жалғыз емес. Миша шынтағымен көтерілді. Біраз уақыт өтеді, ал Валя қайта оралғысы келеді. Өзіңізге. Ол сондай өзіне тиесілі емес нәрсені қаламайды. Және ол мұны қаламайтынын жақсы түсінді. Ол кетіп бара жатты. Таңертең таңғы ас кезінде Миша кездейсоқ бізге керек. Үйлен. Пышақ Валидің қолынан түсіп, еденде қатты секіре бастады. Не? Үйленуіміз керек. Анжелинаға әке керек, саған да қорғау керек. Валя. Оған үлкен көздерімен қарады. Мен бұл ұсынысты ешқашан ойламадым. Ондай нәрселер бар. Миша шанышқыны қойып, оған қарады. Бірақ ол оған не айта алады? Оның ақымақ сияқты баласы бар әйелге ғашық болғанын. Мейрамхана. Ол дұрыс сөздерді табуға тырысты, бірақ кенеттен Валя үстелге қолын созып, оны сүйді. Жұмсақ, нәзік. Михаил өзін ток соққандай сезінді. Соққы. Ол оны өзінен итеріп жіберді. Телефонды алды. Ол жерде менсіз де басқара аласыз. Сау. Менің маңызды кездесуім бар, мен бүгін мұнда болмаймын. Ыдыс жуғыш. Иә, ізде. Жаңасы, Валя енді жұмыс істемей. Егер сізге оқиға ұнаса, қолдау көрсетіңіз. Мен бас бармақ түймесін басамын. Және жаңа қызықты оқиғалардың шығуы туралы білу үшін. Жазылған кезде қоңырауды басыңыз. Сізге барлық жақсылық.